Ассалаумағалейкум, армысыздар менің дәулетті оқырмандарым. Денсаулықтарыңыз қалай, жақсы ма, аман есен жүріп жатырсыздар ма? Менімен бірге менің жаттығуымды жасап жатырсыздар ма? Ауыз жаттығуы деген сияқты ма? Осы мына денелеріңіз, өкпелеріңіз қозғала ма осы? Мына өкпелеріңізді қозғалта аласыздар ма? Жасадым дейді. Мен жаңа және де бір жаттығу көрсеттім. Сол жаттығуды да менімен бірге ілесіп, үй жағдайында жасаңыздар. Ол деген сөз тілді. Aynalayın karağım, altınım ay ақ жүзіңді алмағаштың төріндей ау текеметтің көзіндей ау өтіп дәурен бара жатыр сізбен бізге білінбей ау деп. Қара қыздар, ертең массаж курсына, ақпан айының бір күні массаж курсына 10 қыз келеді. Маған 10 қыз тіркеп тұр, мен 10 қызды сабаққа алам. Назгүл, Әсел, Гүлнұр, Ақкөміс, Нұргүл, Ақмарал, Гаухар, Жанар деп. Жасы 2 қыз бала келе алмайтын болды. Біреуінің әпкесі қайтыс болды, біреуінің баласы қайтыс болып кетіп, 2 кісі келе алмайтын болды. Енді осы 2 кісінің орнына тіркесеңіздер болады. Қараңыздар қыздар, мен сіздерге оқуға келген кезде мықты массажды үйретем. Осы менің массажымды үйреніп алып, қаншама қыздар қаншама жерлерден жұмыс жасап, нәпақасын тауып жеп жатыр. Енді ол қыздардың барлығына видео түсіріп, сіздердің алтыларыңызға сіздерге көрсетіп, ақталсам болар еді. Бірақ та менің уақытым жоқ екен. Оның үстіне мен біреудің алдында ақталғым келмейді. Содан кейін менің жетістікке жетіп жатқан оқушыларымды, шәкірттерімді сіздерге көрсететін болсам, сіздерде ойбай мен ана сияқты ақша табады екен деп жүгіріп өзіңіздің массажға деген қызығушылығыңыз болмаса, оларды көріп ақша табам деп келсеңіз, қызығушылығыңыз болмаса, массаж үйрене алмай қаласыз. Сол үшін массаж курсына қандай адамдар келіп оқиды дегенде, сіздің массажға деген қызығушылығыңыз болу керек. Сіз қызығуыңыз керексіз. Енді қызығушылығыңыз болмаса, не істейміз десеңіздер, мысалы өмірде мынандай бір жігіттерге ғашық боламыз, өп талып, содан кейін тигеннен кейін ол жігіт бізді баптайтын болса, бізге гүл алып беретін болса, бізді сыйлайтын болса, бізді аялайтын болса, біз оны қайтеміз, сүймесек те ары қарай махаббатымызды жандырып кете береміз. Массаж өнері де сондай. Егер сіз сүймейсіз, келесіз, менің жаныма келіп, менен массажды үйренесіз, үйренгеннен кейін менің массажым сізге табыс әкеледі. Сіз массаж арқылы ақша таба бастайсыз. Ақша тапқаннан кейін барып сіздің қызығушылығыңыз ары қарай оянып кетеді деген сөз. Сол үшін массажға қызықсаңыз, келіңіз. Егер қызықпасаңыз да үйреніп алғаннан кейін ары қарай өкінбейтін болсаңыз келіңіз. Одан кейін өзіңізді қызықтыруға ынталандырыңыз. Мысалы, бір нәрсе, білмейтін нәрсені адам жасай алған кезде, адамның өзінің ынтасы арта түседі. Ой, не деген кереметпін, менің қолымнан да келеді екен ғой, мен бұрын қолымнан келмейді деп ойлап жүрген нәрсе, қолымнан келіп тұр ғой деп ойланып, оның ары қарай өзінің қызығушылығыменен ынтасы оянып кетіп, ары қарай жақсы жұмыстар жасап кетеді. Егер де сіздің дәл қазіргі істеп жатқан кәсібіңіз сізге табыс әкелмеген болса, сізге ұнамаған болса, онда массажды да үйреніп көріңізші. Бұл массажды үйреніп алғаннан кейін сізге табыс әкелмеген күннің өзінде де, істемеген күннің өзінде де бәрібір ертең сіздің немереңізге, шөбереңізге, өзіңіздің денсаулығыңызды қорғап жүруге өте пайдалы деп тоқтамай зарлап кеткен екен дейді.
Қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз қалай? Аман есенсіздер ма? Жаңа бір-екі сұрақ қойдыңыздар, ол сұрақтарыңызды көрмей зарлап өте шықтым. Енді қайтадан қойыңыздар, мен қайтадан жауап берейін. Ақпан айының бір күні басталады. Массажист болу үшін медик болу керек па дейді. Жаным, сол сұрағыңнан айналып кетейін. Массажист болу үшін медик болсаң, медицина саласын оқыған болсаң, нұр үстіне нұр. Бірақ дәрігерлік маман оқысаң, дәрігер болмай не істейсің массажист болып? Енді ол нұр үстіне нұр болады. Массажист болсаң, нұр үстіне нұр. Медицинадан хабарың бар, медицина оқығасың, ол деген енді прямо керемет. Нұр үстіне нұр, оның үстіне сенің жасаған массажың басқа адамдардың жасағанынан да өте қымбат тұрады. Сіз медик деген атыңыз бар. Мысалы, біз 20 мың теңгеге жасасақ, сіз 50 мың теңгеге жасай аласыз массаж. Өйткені сізде медицина оқыған іліміңіз бар деген сөз. Деп дәрігерлерді массаж үйренуге шақырып жатыр екен дейді. Шын айтамын, жүрегімдегі сөзімді айтып отырмын. Енді қараңыздар, массажист болған жақсы. Әсіресе мына шығыстың нүктелі массаждарын үйренген өте жақсы дәрігерлерге. Дәрігерлер енді нүктелі массаждарды көрмеген ғой, ол кісілер нүктелерді көріп алған жақсы. Содан кейін, мысалы, жаңағы системасын қойды, дәрісін ішкізді, адам әлсіреп тұр. Сол кезде бір-екі нүктелерді бас келіп жіберсе, адамның қан айналымы жақсарып, каналдар ашылып, организмдері іске қосылып кетеді. Сол үшін дәрігерлердің де массаж мамандығын оқымаған дұрыс. Енді сіз медицина оқымаған болсаңыз, тура алдыңыздағы отырған мына шаңкілдеп қалған қатынның аты Мүнира. Жаңадан қосылып отырсыз ғой деймін, мен Инстаграм парақшама. Мен бұрыннан келе жатқан көне оқырмандарым екен деп сөйлеп отырмын. Жаңадан көріп отырған болсаңыз, қош келдіңіз, төрлетіңіз. Мына сапылдап сөйлеп отырған Мүнира деген Найман қыз болады. Қытайдың Құлжа қаласынан, Тарғабатай қаласынан келіп отыр. Осы мамандықты 95 жылдан бастап істейді. Осы мамандық арқылы елімізге 2006 жылы келіп, міне 2006-дан қазір 2018-ге дейін массаж жасап, 2018-ден қазірге дейін осы массаж өнерін үйретіп жатыр. Дәл қазір сағат 2 болған кезде менде Саяжай деген менің клиентім келеді. Осы 2000 нешінші жылдар, 2009 бекен, 2007 бекен, сол жылдардан бері маған клиент болып келе жатыр. Сол кісіні мен қазір массажға қабылдаймын сағат 2-де. Бетіне ческа жасатып, бетіне массаж жасатып, бетін тазартады. Қараңыздар, қыздар. Енді қараңыздар, осы Мүнира деген қатын медицина саласынан хабары жоқ, кез келген адамның үй жағдайында отырып, салондардың ішінде отырып, қарсы алдындағы адамдарды уқалап, қажетті деген нүктелерін басып, массаж жасай беруге болады деген рұқсаттамасы бар, рұқсат берілген массаждардың түрін үйренесіз. Сіз қажетті нүкте деген нүктелерді басамыз. Медицина саласын оқымағандар. Ол қажетті деген нүктеге медицина саласын оқығандар ине де қоя алады. Ал біз медицина оқымағандар, біз ортаңғы саусағымызбен басып, сол нүктелерді басу арқылы массаж жасаймыз. Ол өте тамаша массаж. Ол массаждарды мына қаңқылдап отырған осы Мүнира ғана үйрете алады. Мен үйреткен қандай үйретем, ой, қалай үйретем. Мына 10 қатын қайттым ғой, ыдыс аяқтарыңның бәрін жинастырып, тойларыңның бәрін сиырып сыпырып тастап, 10 күн келетін қонақтарыңа 10 күн мен сені көрмеймін, ешкімің менің үйіме қонаққа келмеңдер, есігім жабық барлығыңа. Мен 10 күн бойы осы сапылдаған мына Мүнира қатынның жанына барып, осының 95-тен қазірге дейін алып келе жатқан осы құпиясы бар массаждарын үйреніп алайын. Осы массажбенен өмір бойы қарнымды тойдырып, денсаулығымды қорғап жүрейін дейтін, осында үйренетін қатындар келе жатырмын. Оқу сомам 300 мың теңге тұрады. Бұрын 8 жыл болды оқытқаныма, 8 жыл 100 мың теңгемен, 130 мыңмен, 160 мыңмен оқыттым. Енді ондай бағамен оқытпаймын. Енді тек қана 300 мың теңгемен 2-3-4 ай оқытам. Одан кейін және де оқу бағам 500 мың болады. Сол үшін тез етіп, бұрынғыдай топырлатып көп қыздарды алмаймын. Тек 10 ғана адам аламын. Одан артық алмаймын. Сол 10 қатынды ойпырмай Мүнира, саған келгенім қандай жақсы болды дегіздіріп шығарам. Әр қайсын жетектеп отырып, қолынан ұстап отырып тұрып, үйренсе де үйренеді, үйренбесе де үйренеді, тұздалса да тұздалады, тұздалмаса да тұздалады. Маған келіп осылай ауыз жаттығуларын жасаймыз. Айналайын қарағым, алтыным ай ғой, сала берсең әніңді әр жақсыға қалаулым ай. Жүгіріп шықтым белеске. Айтыңдар мен бірге ілес.
Lay 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 lay, ayla lay lay aylaylım, aylaylım. Aho, aylaylım, 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 aylaydım. Мына өкпе өкпелерді ашып жатырмын ғой қыздар, біздің бар ғой. Өкпеміз жабылып қалған ғой, өкпеміз жабылып қалыпты. Мына өкпелерді ашып жатырмын. Жүрек көздерін ашып жатырмын, өкпенің көздерін ашып жатырмын, тамақты ашып жатырмын, жаттығу жасап жатырмын. Мен негізі өлеңдерді толығымен жаттап алмасам, сіз алтынға қызықпайсыз, күміс ұнатасыз дейді. Жаным, сол алтынға қызғам мен. Жаным, сол қатындар алтынға қызықпаушы, мен алтынға да қызығам, күміске де қызығам, барлығына қызығам. Мені белгілі бір себептермен бір адамдар мені бопсалап, маған машина алдырып алды. Кредитке. Оны айтпай ақ қояйын, ол менің инстаграмымда да мені қарап отырады. Соныменен ол кейін мен айтып беремін осы оқиғалар сіздерге. Қазір менің ешқандай кінәм жоқ. Бір адамның кінәсі содан кейін бопсалап маған Шангаң деген Қытайдың 13 миллиондық машинасын алдыртып, мені кредитке кіргіздіріп, машина алып алып, менің атымнан машина алдырып алып, сол машинаны ол айдап жүр. Бір қатын айдап жүр. Шангаң деген машинаны айдап жүр. Мені кредитке кіргіздіріп, менің атымнан солай алдырып алды, мені бопсалап. Ол адамдарды кейін айтып берем, 5-6 жылдан кейін айтып берем әңгімесін не екенін, бірақ шет жағасын айтып қояйын. Содан кейін мен қайттым. Сол алтын моншақтарымның барлығын өткізіп, сол машинаның ақшасын төлеп жатырмын. Сөйтіп 13 миллионға новый машина алдыртып, бір қатын мініп алып, бала шағасын сонымен тасып жүр. Машинам менің машинам, кредитім мен төлеп жатырмын. Менің атымда тұр. Сіздер айтыңыздаршы, сондай әйелдер, мысалы, қалай болады? Мен ол машинаның менімен түк қатысы жоқ. Мен содан кейін жарайды деп алып бере салдым. Соменен солай төлеп жатырмын. Айына 300 мың теңге төлеймін Шангаңға. Бір қызға, бір қатынға машина алып бердім. Солай. Содан кейін алтындардың бәрін өткізіп тастадым. Сонымен күміс тағып жүрмін. Кейін тағам және заң білу керек дейді. Заң дұрыс айтасың. Заң бойынша айтсақ болады. Сонымен мен әй болды қойшы дедім. Болды қойшы, қайда қалмаған деп. Неше өмірімде біреуге бір машина алып берейін деп. Сон жақынырақ адам болған соң. Өмір алма кезек, алтынан келеді дейді. Сол айтам. Мені қинап кредитке машина алдыртып алып, сол машинаның ішінде бала шағасын салып алып жүр. Оның кредитін әр айдың бір күні мен жабамын. 300 мың теңге. Сондай адамдар бар өмірде. Енді бұның оқиғасын, нақты болған оқиғасын, мына оқиғаның бәрі шешіліп болғаннан кейін сіздерге асықпай айтып берем бір күні. Күндердің күнінде айтып берем. Не болғанын. Бір жарты жылдан кейін айтып берем. Мөнира, тиктогыңыздың ссылкасын маған жіберіңізші дейді. Тиктокта да Мөнира ханым деп жазылып тұр. Енді қараңыздаршы қыздар, мен осы 50 жасқа келгенге дейін мен өмір кредит алып көрмеген адаммын. Мен еңбек етем, жұмыс жасайм, нан тауып жейм, біреудің ала жібін аттамайм, біреулерді бопсаламайм, ешқандай қателікте өткіз көрген жоқпын. Сізге 100 есе қайтады дейді. Жаным, сол барлықтарыңыз дұғада болыңыздаршы. Мөнира ханымды бопсалап машина алдырып алған қатыннан Алла тағалам сол машинасын қайтадан өзіне қайтарып беріп, өзін реттеп берші деп бәріңіз дұғада болыңыздаршы. Шынымен де 36 жастағы қатын сондай келіп, сондай бопсалап маған, жарайды дедім. Жарайды, қойш болды, садаға болсын, тыныштық болсын, аманат болсын деп алып бере салдым. Бірақ мен алып бергеніме риза болып отырған жоқпын. Мен ренжіп алып бердім. Бірақ оны алып бермеске болмайтындықтан алып бердім. Бірақ ол оқиғаның менімен түк-қатысы жоқ. Қалай алданып қалдыңыз дейді. Жоқ, алданған жоқпын. Бір себептер болды. Бұл тақырыпты кейін айтып беремін сіздерге. Менің аузымнан еш нәрсе қалмайды ғой, айтып беремін. Кейін көресіздер. Өмірлеріңізге керек болады. Не үшін алданған жоқпын жаным? О, жүз машина алып бердіңіз дейді. Шангаң деген Қытайдың машинасы бар ғой, соны алып бердім. 12 миллион алып бердім ғой деймін. 12 миллион бірдеңке. Соның әр ай сайын 300 мың теңгесін құйып жатырмын.
Менің машинамды ол қатын айдап жүр. Бала шағасын салып тасып. Содан кейін алтындарымның бәрін ломбардқа өткізіп тастадым. Сонымен менде алтын жоқ. Мәселе алтыннан басталды ғой. Нишо? Басым аман болсыншы, басым аман болса, бәрі күшті болады. Тақырыпты өзгертейік, басқаға көшейік. Басқа сұрақ сұраңыздар. Қазір мен сағат 2 болған кезде саяжай келеді, саяжайды не қыламын? Клиентті қабылдаймын. Жарты сағат уақытым бар екен. Жарты сағат мен сіздермен болайын. Қалай түсінуге болады дейді. Қалай айтсам болар екен. Кейін айтып берейін, не? Кейін айтып берем. Қазір айтуға болмайды. Кейін айтам. 1 жыл болды алып бергеніме. 1 жыл болды машинаны құйып отырғаныма. Қазір бар ғой, өмірдегі осындай оқиғалардың барлығын үй алмай бір-бірімізге айта салғанымыз дұрыс. Неге десең, бірімізден біріміз қарап сабақ аламыз. Мен бар ғой, ол машинаны маған кредитке 7 жылға жазып берді. Қарашы, біз өмірге келген кезде, қандай кезде біз ұзақ өмір сүреміз? Қандай адамдар ұзақ өмір сүреді? Көріп тұрсыз ба оғатымды дейді. Конечно, көріп тұрмын. Көріп тұрам ғой, менің машинамның ішінде отыр. Уже арасында штраф келіп қояды, ол штрафын төлеп қоям. Штрафы да жиналып қалды бірталай. Нишо, кейін айтып берем, қыздар. Мен бұл тікелей эфир сақта қоям, кейін мен сіздерге айтып берем барлығын. Қарашы, қыздар, біз, мысалы, мен Қытайда бір адамдарды көргім. Бір әйел адам, бір қыз бала қатты ауырады. Ауырып больницаға түседі. Больницаға түскен кезде қызметкерлер екен да. Сөйтіп больницаға түскен кезде сөйтсе тексерсе, оның бір бүйрегі істен шығып кеткен екен. Сонда жанындағы тұрған қызметкері, құрбысы емес қызметкер, бірге жұмыс жасайтын қызметкер, ана жанындағы қызметкердің бүйрегінің іске жарамай қалғанын біліп, бір бүйрегін тегін берген екен. Бір бүйрегін тегін берген. Сол екі адам қазір Қытайда біреуі 101 жасқа келді, біреуі 99 жасқа келді. Екеуі бірін өте жақсы көреді екен. Олардың бүйрек ауыстырған отасы 20 неше жастарында болған екен. 20 неше жастарында қызметкер болған кезде болған екен. Сол екі кемпір қазіргінге дейін әлі дос екен. Әлі дос. Өйткені неге? Ана кемпірдің бүйрегіндегі бір бүйрек, ана жанындағы қызметтесінің бүйрегі. Сол үшін ол қызметтесі ананы өте жақсы көреді екен. Сөйтіп, біреуге бүйрек берсе, күндердің күнінде 80 неше жасқа келген кезде, ана бүйрек берген кісінің бүйрегі жақсы болмай қалған кезде, ол кісіге бір кісі бүйрек береді екен. Сөйтіп, жолда ортада жәде бір кісі қосылады. Ол 68 екен. Қараңыздаршы, 3 адам бір-біріне бүйрек берген. Бірақ бұлар бүйрегін біріне бірі сатпаған. Берген. Жаным сол, алтыным сол. Қытай дейсіңдер ғой, Қытай, кәпір деп боқтайсыңдар ғой Қытайларды. Сол Қытайлардың өзі бір-біріне бүйрегін беріп жатыр. Бір-біріне бүйрегін беріп жатыр. Қарашы, біз деген темір. Менің күйеуім, оның күйеуінің машинасын сүріп кетіпті. Сызып кетіпті. Сызып сүріп кетіпті. Содан кейін қатыны, мен сүзілген сырылған машинаны алмай, маған новый машина алып берсін деп жабысып тұрып алғаннан кейін, мен алып бердім. Жарайды деп, ол қатын менің салоныма келіп, осы жерде у-шу шығарып, машина алып берсін деп. Содан кейін мен қайттым, темір ғой деп алып бере салдым қарызға. Бірақ қарызға мен жауып жатырмын қарызын. Сол мәметте 13 миллионға, 12 миллионға бірден машина алып беретінге менде мүмкіндік болмай қалды. Өйткені менің де мына салонымның ремонты болды, салон сатып алдым дегендей. Бірақ сонымен Шанганға барып кредитке алып бере салдым. Бірақ ол айдап жүр. Сондағы бар болған оқиға менің күйеуім, оның күйеуінің машинасын соғып кетті. Болды. Соның орнына мен жаңа машина маған алдыртып алды. Егер де біз жаңағы Қытай сияқты болып, мен ана Қытайлардың ана қылығын біз жасай алмаймыз ау деймін. Мен әзір маған біреуге барып маған бір бүйрегіңді берді. Бір бүйрек емес, 1000 теңге қия алмаймыз біз бір-бірімізге. Сонда ана соғылған машинасын жөндетіп берсем болады ғой? Ол қиратта қалған жоқ. Істеп тұр. Ол машинасын да айдап жүр. Мен берген машинаны да айдап жүр. 2 машинаны да айдап жүр. Соған қарап, мен неге екенін білмей, алып беріп қойдым. Айдап жүр, алып беріп қойдым, айдап жүр. Мен осы істеген тірлігімнен мен ләззат алам.
маған кайф. Біреуге машина алып бердім, ол мініп жүр. Кайф қой, бол деген сөз, менің қолымнан көп іс келеді деген сөз. Көп іс келеді. Мен адамдарға қалай жақсылық жасай алады екенмін. Егерде сен бол өмірге келіп, бір адамға жақсылық жасай алмай кетсең, онда сенің адам болмағаның. Жақсылық жасау деген жаңағы мен сияқты дүние алып беру емес. Дүние алып берсең тіпті де керемет. Жақсы сөз сөйлеу. Жақсы сөз сөйлеу де жақсылық жасауға жатады. Қазір бір-бірімізге жақсылық сөз сөйлемейміз ғой. Керек болса, өсегін айтуға тырысамыз. Өсегін айтып, өсектеп тастауға тырысамыз. Жақсылық жасағымыз келмейді. Жақсылық жасау қолымыздан келмейді. Енді қара, сен ұзақ өмір сүрем дейтін болсаң, бірінші, көңіл күйіңді тұрақты ұста. Әдемі көңіл күйде жүр. Егер көңіл күйің бұзылса, оны ары қарай сезінбе. Дереу біраз сезініп көрді, пайдасы болмаса бері қарай шығып кетіп, дереу ойыңды өзгертіп, жаңағы мен сияқты айғайлап ән айтып жібер, болды. Бірінші. Екінші, ұйқы тыныш болу керек. Әдемі сапалы ұйқы болу керек сенде. Ол ұйқы нүктелеріңізді бастырсаңыз келеді. Ол тәтті ұйқы адамға жақсылық жасасаңыз келеді, жүрегіңіздің тыныштығынан. Адамға жамандық жасап, адамды жылатып, адамды боп салап, сенің күшің мықты шығар, сенің ағаң мықты шығар. Бірақ Алладай ешқайсымыз мықты емеспіз. Күндердің күнінде дәл осы біреуге жасап жатқан жақсылығың, жамандығыңды сенің балаңа айналып біреу жасауы мүмкін. Саған жасамаса да сенің балаңа жасайды біреу. Күндердің күнінде осы оқиға айналып отырып есін таппай қоймайды. Мүмкін 20 жыл, мүмкін 40 жыл, мүмкін 50 жыл. Бұл оқиғаның да иесі бар. Мүмкін 5 ай. Бәрібір іздеп табады иесін. Сол үшін жаным тыныш болсын, тәтті ұйықтаймын десең, арыңнан асып кетпе. Сынып қалған шының болса, нишо, сынып қапты іште кетпейді, бопты, жанымыз аман болсын. Темір ғой, темір. Жан аман тұрған жерде, ол темірдің әлі талайын көреміз деуің керексің. Сол кезде Алла тағалам сенің ұрпағыңның нәпақасын 10 есе береді. Сен меннен мықты болып, ағаңмен қорқытқан шығарсың. Бірақ Құдайдан қорқуымыз керек. Құдайдан қорқпайтын адамдар көбейіп кеткен қазір. Құдайдың бар екенін ұмытып қалған, Құдайдың бар екенін жүрегімен сезінетін адамдар азайып кеткен. Жаныма сол, сен Құдайыңды ұмытқан күні біткенің дей бер. Құдай Алла тағалам бар. Күндердің күнінде бәрі өзі орнына келеді. Мен бір темір тұлпарға бола өл қалмаймын. Бұл маған керісінше тоқ береді. Керісінше менің жолымды ашады. Мүмкін сәл ғана қиналатын шығармын. Бірақ бұл күндерде өтіп кететініне сенемін. Мен бұдан да ауыр күндерден өткенмін, жандарым сол. Қараш, бірден кенді? Жыламайым. 20 жас кезім есіме түсіп кетті, Қытайда. Бұрын бір айтып бердім ғой деймін осы оқиғаны. Ән айтып жіберейік, Неше? Сұрақтарыңды қоя беріңдер. Ұзақ өмір сүрудің үшінші жолы бар. Үшінші жолы немене? Қатты тойып тамақ жемеңіздер. Кекіріп, тойып отырып,
шіреніп отырып тамақ жейтін адамдар өмір жастарыңыз қысқарып кетеді. Өйткені асқазанға күш түсіп кетеді. Асқазан клеткалары өзгеріп кетеді. Содан кейін адамның асқазан клеткасы өзгеріп кеткен кезде адамның түрі өзгеріп кетеді. Сол үшін қатты ыстық тамақ, қатты суық тамақ, қатты ашты тамақ, қатты анандай қойып тамақ ішпеңіздер. Содан кейін төртінші ұзақ өмір сүруі адамдарға қолыңнан келсе жақсылық жаса дейді. Жақсылық жаса дейді. Қазақтар ауырып жатыр ғой, түнде ет жеп дейді. Иә, Қытайда бар ғой, бұрын Қытайда мен 10-шы класс оқып жүрген кезде, 8-шы класс оқып жүрген, 9-шы класс оқып жүрген кезде біздің айналамызда өлім көп. Қашан көрсең қазақтардың өлімі, топыр еткен қазақтардың өлімі. Біресе ан үйге өлімге барып келеді, біресе мына үйге өлімге барып келеді. Сол кезде мен кейін қытайлармен жұмыс жасағанда қытайлардың ешкім өлмейді. Потолка жинап жүргенде өлмейді, мусор жинап жүргенде өлмейді, дәрігерде өлмейді, бәрі өлмейді, бірақ қазақтар топырлап көп өледі. Содан жер үй ғой. Жер үй бір қазақтың, біздің бір құдағидың көршісі Қытай болатын. Содан кейін ана Қытай өкіметке шағым түсіріпті. Мен көшем ана қазақпен көрші болмаймын деп. Содан кейін ана өкіметте кісілер айтыпты, не болды, жақсы ғой, тұрған районың жақсы, бәрі жақсы ғой, неменеге көшесің, қазір үй жоқ болып тұрған кезде десе, қайта бара берген ғой өкіметке. Сөйтсе, неге көшесің, соның сырын айтшы бізге, неге көшкелі отырсың десе, ана Қытай тәте айтқан екен, менің көршімнің үйінде күнде өлең айтады. Қашан көрсең өлең айтады, түннің бір уағында да өлең айтады. Мен олардың өлең айтқанынан шаршадым. Бізге тыныштық бермейді, біз түнде ұйықтауымыз керек. Олар түннің бір уағында да өлең айтып жатады, мені көшір деп айтқан екен. Сөйтсе ана көрші сол құдағидың соғым шай басталады. Сағат 10-да соғым жейді. Соғымның алдында бір шай ішеді. Соғымның етін жейді. Одан кейін соғымның етін жеп болғаннан кейін бір шай ішеді. Одан кейін өлең айтады, айғайлайды. Соған шаршаған екен Қытай. Содан кейін ол құдағиымыздың бір 19 жастағы баласы қайтыс болады. Қытайда адам қайтыс болғанда көріс айтып жылайды. Бауырым-ау деп айғайлап кеп көріс айтып жылайды. Сөйтсе, оны қытайлар ән айтып жатыр деп елестетеді екен. Оғады екен. Енді қазақша болған соң. Содан кейін артынан 1-2 жылдан кейін енді соғым жылда ғой. Содан кейін қыз ұзатылып жатады. Одан кейін атасы қайтыс болып жатады, апасы қайтыс болып жатады, одан күйеуі қайтыс болып жатады. Сол кезде шыдай алмай барып, сөйтіп, ана Қытай көрші, қазақ көршіден солай көшіп кетіп қалған екен. Сол кезде мен ойлайтынмын, қазақтар, содан қазақтар неге ұзақ өмір сүре алмайды деп мен осы массаж саласын оқыдым ғой. Сөйтсем Қытайдың қазақтары да бір денесінің нүктесін бастырып массаж жасатпайды екен. Қытайдың қазақтары да, осы Алматының қазақтары да, Қазақстан қазақтары да бәрі бірдей ғой. Соғым шай, той, қонағасы, қырқы, жылы, бәсеке, дастархан деген сияқты сондайларға ақшаны көп жұмсайды. Қытайда да сондай. Бірақ Қытайда осы 10 неше жыл болды ғой деймін. Тойды қысқартты, көп тойларға заң шығарды. Одан кейін тойға артық адам шақырмайсың деп заң шығарды. Сенің тойыңнан арақ ішіп бірдеңке оқиғаға ұшырайтын болса, сол той иесі жауап беретін болды деді. Содан кейін той жасаған адамдар арақ шарап құймайтын болды. Сондай тойлардың көбі қысқарды. Содан кейін кадрларға, өкімет орында жұмыс жасайтын кадрларға той жасамайсыңдар деді ма, сондай бірдеңкелер бар, тойға бармайсыңдар деді ма, сондай заңдар шығып, қазір о жақтың қазекемдері де қысқарылып, кәсіпке көшіп, сауда жасап, бизнес жасап кетті. Ал біз енді Қазақстанда қазақтарымыз әлі солмен жүрміз. Бәсекедегі той, бәсекелескен тойлар, бизнеске ақша сал десең келмейді, массаж жасап десең келмейді, массаж үйрен десең келмейді. Ал той дегенде ой, кредит алып тұрып той жасайды. Негізі бар ғой, кредитке той жасамаңыздар, қыздар. Кредитке той жасау харамға жатады. Шамаң жетпесе бір шәугім чайыңды беріп, екі жастың некесін қиясасаңыздар болды. Ана құдағи алтын тақпасам болмайды десе бар ғой, онымен де әңгімелесуге болады. Сондай, содан әңгімемнің қай жеріне келдім, Қытай сөйтіп ана қазақтың жанынан көшіп кеткен екен. Содан бастап қазақтар неге ұзақ өмір сүре алмайды, біздің қазақтар деп мен зерттедім. Зерттеген кезде біз түннің бір уағында ет жейді екенбіз, түннің бір уағында сағат 10, 11, 12-ге дейін ұйықтамайды екенбіз. Негізі адамның ағзалары сағат 9-дан кейін ұйықтау керек, демалу керек.
Содан кейін сағат 6-дан кейін адамның ағзасына қою тамақтар жібермеуіміз керек екенбіз. Біз қою тамақ жейміз, ол қорытылмайды, ол божиды, ол қанға өтеді, оны қан қоюласады, оның қан қоюласқаннан кейін қан жақсы жүрмегеннен кейін қан тосылады, қан тосылғаннан кейін барып қан тамырларға таяды, қан тамырларға тайғаннан кейін барып қан тамыр жарылады. Содан кейін барып миға қан құйылады да, содан кейін инсульт болып, давлениеден бірден құлап, бірден кетіп жатқан, ұзақ өмір сүре алмай жатқан қазақтар содан көбейіп жатыр. Міне, мен айтып берейінші, шынымен де содан, одан басқа еш нәрсе емес. Сол үшін жастар қолға алайық, жастар, ет жегіміз келе ме, түсте жейік, кешке жақын сұйық тамақтар жейік, көп әрекет жасайық. Лажы болса қолымыздан келсе бір-бірімізге көбірек жақсылық жасайық. Тіпті қолыңнан ақшалай көмек бере алмасаң да аузыңмен жақсы сөз сөйле. Аузыңмен жағдайың қалай, бір-бірімізден жағдай сұрасып тұрайық, қалдарымызды білісіп тұрайық. Қолымыздан келсе бір-бірімізге бір тиынымыз болса да қосып көмектесіп тұрайық. Содан кейін жаңағындай күйеуіңнің досының машинасын соғып кетсе, орталарына килігіп алып, Мөнир адам ақша бар ғой, мен соғылған машинамды алмаймын деме, не бопты, ода тұрған не бар, жөндетіп берсең болды ғой деп негізі жөндетіп алсаңыздар болады. Негізі Қазақстанның заңында соғылған машинаның орнына машина алып береді деген заң жоқ, қыздар. Сондай заң бар ма? Қазақстан заңында? Біздің Қазақстанның заңында ондай заң жоқ. Соғылған машинаға жаңа машина алып береді деген заң жоқ. Просто мен адамгершілік тұрғыда жарайды қойшы болды. Ол машинада өзінің еңбегімен алған шығар. Әрине соғылған машинаны айдағысы келмейтін өзінің бір ырымы шығар деп ырымдап жаңа машина алып бере салдым. Енді дұрыс, егерде менің машинам болса, менің машинамда да біреу соғып кетсе, мүмкін мен де сондай болатын шығармын. Соғылған машинаны айдамаймын деп ырымдап, жаңа машина аламын деп қалатын шығармын. Мүмкін мен де солай болатын шығармын. Бірақ та мен сондай болсам да мен соғып алған машинамды қайтетін едім, бере салатын едім. Өйткені маған жаңа машина алып бергендіктен. Солай ғой, қыздар. Оля тәте дұрыс айттым ба? Қайта бір өзінің соғылған машинасын маған бере салу керек еді. Ол соғылған машинасы ол соның атында тұрғандықтан өздігінен берем екен десем, өздігінен берген жоқ. Соғылған машинаны да айдап жүр, жөндетіп алып, мен алып берген машинаны да айдап жүр. Заң жоқ, соғылған машинаға жаңа машина алып бер деген заң жоқ дейді. Ондай заң жоқ, просто мен адамгершілік, адами тұрғыда алып бердім. Енді бопты, өзінің машинасы ғой, ол да ол машинасын маңдай терімен алған шығар. Енді ол да не қылған шығар деп өзім адами тұрғыда алып бердім. Бірақ ол машина маған 10 есе болып қайтатынын білем. Алланың маған берері таусылмасыншы. Өмір жасым ұзақ болсыншы. Берерім көп, Алланың маған берері көп болсыншы. Баламым маған бір сәлиқалы келін келсінші, болды, сол жетеді. Темір ғой, неше өтіп кетеді, ол күндерде өтіп кетеді. Ол күндерде өтіп кетеді. Бәрі уақытша күндер. Ертең жаназасын шығарып жатқан кезде адамның, мысалы адам өлген кезде жаназасын шығарған кезде сұрайды екен. Мына адамның бұл дүниедегі адамдарда қарызы бар ма деп сұрайды екен. Мен осы менен 2 өлімге бардым ғой. 2 өлімге барған кезде, 1 өлімге барған кезде қарызым бар деп, бір 300 мың теңге қарызым бар деп, ана сүйекті шығарып жатқан кезде молда сұрады ғой. Мына адамның бұл дүниеде қарызы бар ма деп көршілерінен, ана тұрған адамдардан сұрағанда, бір аға менің 300 мың теңге қарызым бар деді. Сөйтіп еді, енді ол 300 мың теңгені не істейміз деп еді. Бір бауыры түрегеліп, мен төлеп берем деді. Бірақ ол бауыры әлі төлемепті екен, ана адам әлі алысып жүр. Енді ол Алланың алдына барған кезде өте қиын болады. Содан кейін және де бір адам қайтыс болған кезде, ол жерге де барған кезде молдалар сұрап жатыр. Қарызы бар ма бұл адамның дегеннен кейін қарызы жоқ деді. Содан кейін барып жаназасын шығарды. Сондай сұрайды екен ғой, Құдай өзі сақтасын. Біз какотай бар ғой, барлығымыз бар ғой, бұл өмірден өтпейтіндей, бұл өмірден өлмейтіндей, какотай бұл өмірге біз мәңгілік болып келген сияқты тірліктерді жасаймыз. Қарап отырсаң, кейбір жасап жатқан тірліктеріміз дұрыс емес тұрады. Ол Құдай сақтасын енді. Құдай ол адамдардың енді жеңілдігін берсін енді. Білмеді ғой, ол өзінің аяқ астынан өліп қалатынын білген жоқ қой. Сол сияқты біреуді қинап жүрген кезде аяқ астынан өліп қалатын болсаң қиын ғой. Әзір өлім айтып келмейтін болды, аяқ астынан келетін болды. Ерінімді біраз бояп қойын. Осы ерін бояқ жақсы екен. Жоқ, жұмсақ, әдемі. Уақыт толды ма? Мен саяжайын келіп, мен таумай тұрмайсың. Уақыт толыпты ғой. Жақсы, ондай болса, дендеріңізге саулық тілеймін, бастарыңызға амандық тілеймін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Ешқандай адам баласын жылатпаңыздар. Біреудің маңдай терімен тауып жатқан ақшаға ортақ болмаңыздар. Одан кейін бар ғой, барлық адам еңбек етсе, барлық адам
ақша жасай алады. Содан кейін бар ғой, біреудің ала жібін аттамаңыздар. Содан кейін бұл өмірде бар ғой, мүмкіндік болса адамдарды қинамаңыздар. Ол сіз қиналып отырған адам, мысалы сіз қинасаңыз, сізді де және біреу қинайды. Мен қинамасам да, менен басқа біреу келіп сізді қинайды. Осыны естен шығармаңыздар. Өмір деген алма кезек. Күндердің күнінде маған жасаған қиянатың өз басыңа айналып келетініне кім кепіл? Сол үшін еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, жанымыз аман болсын, бала шағаларымыз аман болсын, ұрпағымыз аман болсын. Бұл оқиғаның нақты болған жағдайын күндердің күнінде мен сіздерге айтып беріп отырамын. Осы тікелей эфирімде мен өзімнің кім екенімді, не қанымды, не жасап жатқанымды барлығын сіздерге ақпараттарымның бәрін жеткізіп отырамын, жарай ма? Содан кейін мына массаж деген курсты бар ғой, массажды оқып алыңыздар, сіздерге жақсы табыс әкеледі. Содан кейін қажет мет массаж орталығына 2 массаж жасайтын қыздар керек десем бар ғой, еш қайсың хабарласпай жасыңдар. Олет тәте, маған жұмысқа келіңізші. Ана группаңызға жаз қойшы, Мүнира ханымның жанына жұмысқа істейтін қыздар 2 қыз жұмысқа келсін деп. Мен бар ғой, менен оқып кеткен қыздардың маған неге жұмысқа келмей жатқанын білем. Өйткені массажды ұмытып қалды, массажды жасамайды, содан кейін өзінің қате жасағанынан қорқады, одан кейін менен ұялады, сол үшін маған жұмысқа келмей жатыр. Жандарым, сол менің жаныма келіп, қайтадан өзгеріп, білмеген нәрселеріңді сұрап, көріп, менің жанымда жүріп, менімен бірге өсіп, өркендеп, көтеріліп алыңыздар. Сол үшін қыздар қайтесіздер? Маған жұмысқа 2 қыз келіңіздер. Қажет мет массаж орталығынан оқып шыққан 2 қыз маған жұмысқа келіңіздер. Жоқ, жұмыс жасамаймын десеңдер, онда арендаға алуға келіңдер. Оля тәте, менің салонымда кабинетін арендаға алсаңызшы. Өзіңізбен бірге оқитын 2 қыз, оқыған 2 қызды алып келді. Одан кейін бізде келе жатқан бірінші ақпан күні келе жатқан қыздарда келіңдер. Қыздардан 1-2 қыз жұмысқа қалады. Сол қыздарды жұмысқа алып, өзіңіз басқарып, өзіңіз жүргіздірсеңізші менің жанымда. Бәрі дайын. Просто орамалыңыз бен майыңызды алып келсең болды. Мүнира ханым, сіз өзіңіз неге жасамайсыз дейді. Менен оқып шығып едің, кім? Массажды менен оқыдың ба? Менен оқысам, менің төте ертең сағат, ертең мен бар ғой, балама лаңман жасап беріп, мен ертең кешкісін клиенттерім бар. Ертең сағат 4-те келем, ертең 4-те келші. Сен арендаға келесің ба? Арендаға алсаң әзір кеш, мен әзір сағат 2-де клиентім бар, одан кейін сағат 7:30-да клиентім бар. Қазір келе бер, келіп сөйлес. Мына косметолог, массажист қыздар, қажет меттен оқып шықпасаңдар да, менің кабинетімді арендаға алам десеңдер, келіңдер. Жақсы, ондай болса маған саяжатқа қалған болу керек, мен саяжатты күтіп алып массаж жасайын. Ертең келем десеңдер, ертең түстен кейін келіңдер. Қазір келем десеңдер, қазір келе берсеңдер, мен сағат 9, 10, 11-ге дейін боламын. Жарай ма? Содан кейін арендаға алсаңыздар да келіңіздер, жұмыс жасаймын десеңіздер де келіңіздер. Жақсы ма? Сіз өзіңіз неге ашпайсыз, өзіңіз неге жүргізбейсіз дейді. Қыздар, менің биылғы мақсатым бүкіл еліміздің түкпір-түкпірін аралау. Мен бүгін биылғы өзіме берген жоспар сол, қыдырайын, Қанша аренда дейді? 3 қыз бірігіп арендаға алсаңыздар болады, 4 қыз бірігіп арендаға алсаңыздар да болады. 100 000 теңге аренда, соны 4 қыз 100-ді 4-ке бөліңдер, 300-ді 4-ке бөліңдер, сөйтіп келсеңіздер бола береді. Жақсы, дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Менің WhatsApp-ыма хат қалдырыңыздар. Оқуға келмекші болсаңыздар, WhatsApp-қа хат қалдырыңыздар. Барлығымыз мықтымыз, батырмыз, қолымыздан барлық нәрсе келеді. Жығылдық па, түрегелеміз, жүреміз, жұмыс жасаймыз, отырмаймыз. Көп жұмыс жасаған адам ғана ұзақ өмір сүреді. Мына көп қимылдаған адам өсек айтатынға уақыты жоқ. Көп бизнесте жүрген адам ауыратынға уақыты жоқ. Қайғыратынға уақыты жоқ. Мына үйде көп отырып қалсаңыздар, жұмыс жасамасаңыздар, қайғыға, уайымға батып қаласыздар. Содан кейін ақшаларыңыз жоқ болса, тіпті де көңілсізденіп тез қартайып кетесіздер. Сол үшін қайтесіздер қыздар? Тоқтамай түрегеп жұмыс жасаңыздар. Пенсияға шықтым деп жатпаңыздар. Пенсияға шықсаңыздар, және де бір жерлерді тауып алып, және де бір жерлерге жұмысқа барыңыздар. Жақсы ма? Дендеріңізге саулық тілеймін. Аман сау болыңыздар. Кездескенше күн жақсы болсын. Төменге менің айтып отырған оқиғамнан қандай нәрсе тоқыдыңыздар? Маған айтар қандай ақылдарыңыз бар, кеңестеріңіз бар? Осы кеңестеріңізді маған айта отырсаңыздар, төменге комментарийға жазып кетсеңіздер. Достарыңызды маған қосып қойыңыздар.